Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 9-шы сыныптың алгебра пәнінен тригонометрия бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдаймыз. Бұл бізде 4-ші тоқсанның номері 1-ші БЖБ-сы, 1-ші нұсқа. Ал ендеше кеттік. Бірінші есебіміз синус 105 градустан 75 градусты азайту керек. Енді мен сіздерге ыңғайлы болу үшін есептің формуласын жазып қойдым. Енді мына жерге тең деп жазамыз. Мына жерде синус альфаның орнында бізде 105 тұр, беттаның орнында 75 градус тұр. Демек, формулаға саламыз. 2 синус 105 градустан 105 градус азайтамын 75 градусты. 2-ге бөлем. Косинус. Енді қосамын 105 градус пен 75 градусты. 2-ге бөлем. Тең есептейік. 2 синус азайтатын болсам, бізде 30 градус шығады. 30-ды 2-ге бөлсем, 15 градус. Косинус 105-ке 75-ті қоссам, ол 180 градус шығады бізде. 180-ді 2-ге бөлетін болса, ол бізде 90 градус. Енді мына жерде 2 синус 15 градусқа өзі жазылады. 2 синус 15 градус көбейтілген. Косинус 90 градуста мәні қаншаға тең болады? Тригонометрияның кестелерінде, градустық кестелерде мәні косинус 90-ның 0-ге тең. Демек, оны 0-ге 2 синус 15 градусты көбейтетін болсаңыздар, бәрібір бізде 0 деген жауап шығады. Жауабы сол кезде бізде 0. Бірінші есеп қоржындарыңызда 2 балл бар. Енді екінші есебіміз. Бұл жерде де тура сол. Қосындыны немесе айырманы көбейтіндіге түрлендіру деген формула арқылы шығады. Бұда да мына астындағы формуланы қолданамыз. Енді мына есепке де тең деп жазып кетейін. Мысалы, мына жерге тең дей салайын да. Тең деп мына жерден жалғастырып кете берейін. Формула бөлек. Енді мысалы, мына жерде альфа тұр ғой, косинуста. Мына альфаның орнында толықтай тұр деген сөз мынау. Пи бөлінген 4 минус бетта. Ал беттаның орнында мынау пи бөлінген 4 плюс бетта толығымен тұр деген сөз. Енді оны формулаға қолданып кетеміз. Енді минус 2 деп басталады. Мысалы, берілген жазасыздар. Сосын тең деп осыны жазып кете бересіздер. Минус 2 синус бөлшек сызығы. Альфаның жазам. Пи бөлінген 4 минус бетта. Енді біріншісінде қосуды жазады екенбіз. Қосылған. Пи бөлінген 4 плюс бетта. Бөлінген не болады? 2 болады. Енді екіншісі синус пи бөлінген 4 минус бетта. Альфаны жаздым, енді азайтылған. Мысалы, енді азайтуға да жазатын болсақ, мына жерде 2 мүше тұрғандықтан пи бөлінген 4. Оны жақшаға жазам. Себебі минус таңбаға әсер ететін жағдай бар ғой. Тура сол жағдайға сәйкес келеді. Плюс бетта. Бөлінген 2. Тең. Мына жерден жалғастыра берейін. Минус 2 синус. Енді оқушылар мына жерде қарасаңыздар, бөлшектің алымына назар аударсақ, мына жерде минус бетта мен бізде плюс бетта қысқарып кетеді. Енді бізде мына жеріміз пи бөлінген 4 болып тұр. Градуспен есептесеңіздер, ол 45 градус болады. 45 градус. Демек, бізде жаза берейік шына мақылы. 2 пи бөлінген 4 шығады қосатын болсақ. Бөлінген астында 2 бар. Мына 2 мен мына 2 қысқарып кетеді. Синус пи бөлінген 4 шығады деген сөз. Енді келесі синус. Мұны жазып алам. Пи бөлінген 4 минус бетта. Минуспен жақшаны ашсақ. Минус пи бөлінген 4 минус бетта болады деген сөз. Мына минусымыз, мынау плюске әсер етеді. Сол кезде минус болып кетеді ол да. Бөлінген
2. Енді мысалы қара, біріншісінде бетталар қысқарып кетті, бұл жерде енді пи бөлінген 4-тер қысқарып кетеді. Себебі екеуі бірдей, таңбалар қарама қарсы бір-біріне. Тең дейміз, -2 синус не шықты бізде? Пи бөлінген 4 шықты. Енді мысалы жерде минус бетта мен минус бетта бізде синус -2 беттаға тең болады. Бөлінген 2 дейміз. Енді синус бізде тақ функция. Себебі білесіздер, тригонометрияда 4 функцияның 3-еуі тақ. Тек косинус қана жібеді, отырсыз ба? Сол себепті мына 2 мен 2-ні қысқартамыз бұл жерде де. Ал мына минус бар ғой, алдындағы минус. Мына алдына қарай шығып кетеді. Сөйтті, мына 2-ның алдындағы минуспен ол плюсті береді бізде. 2 енді синус пи бөлінген 4-тің мәнін жаза салайын. Ол түбір астында 2 бөлінген 2 шығады. Енді мына жерде синус жазылады, және де минус алдына шығып кетті. Бұл жерде тек қана синус бетта қалды деген сөз. Тең. Енді бұл жерде де 2 мен 2 қысқарды мына екеуі. Енді жоғарыда бізде қарасаңыздар, синус беттаның мәні қанша деп тұр? 1-ге тең деп тұр. Демек түбір асты 2 қалды. Синус беттамыз бізде 1-ге тең деген сөз. Демек түбір 2 мен 1-ді көбейтсек, жауабы түбір астында 2 шығады. Жауабы түбір астында 2 деп қоясыздар. Екінші есепте бітті. 4 балдарыңыз бар. Ары қарай кеттік. Енді бұл есеп енді шамалы ұзақ есептеуіміз мүмкін. Енді қатты ұзақ емес. Енді бұл жерде есептің берілгенін көріп тұрсыздар. Тепе-теңдікті дәлелдеу керек. Негізі бөлшектің алымына бірінші формуланы, мысалына бірінші формула бөліміне мынау екінші формуланы қолданамыз. Енді бұл жерде қолданғанда да мысалы мынау бірінші альфа тұр ғой. Альфаның орнына бірінші біз мынаны аламыз. Және де мына екеуін саламыз ғой формулаға. Беттаның орнына 5 тұр деп аламыз. Сол кезде мен жазып алайын бірінші. Синус альфа плюс синус 5 альфа деп жазып аламын. Қосылған синус 3 альфа деп жазып аламын. Байқап қарасаңдар, мен мына екеуін орнына ауыстырып жаздым. Себебі солай салсақ формулаға есеп шығады. Ал бірінші мен екіншісін қазір формулаға салатын болсақ, мына синус 5-ке сәйкес келмей есеп шықпай қалады. Астында тура солай істеймін. Косинус альфа плюс косинус 5 альфа плюс косинус 3 альфа деп жазып аламыз. Және де кейбір оқушылар осыларды бір-бірімен қысқартып жібереді негізі. Олар қысқартылмайды, себебі арасы қосу болғандықтан. Енді кеттік. Формулаға салам. Альфаның орнында альфа, беттаның орнында мына жерге жазып қойыңызшы. Мына жерде альфа тұр формуладағы, мына жерде бетта тұр деген сөз. Демек, мен бірден сала берейін оқушылар. 2 синус. Себебі енді альфаға беттаны қосамыз. Альфаға 5 альфаны қоссақ, ол бізде 6 альфа шығады. Және де оны 2-ке бөлсек 3 альфа шығады деген сөз. Енді косинусты жазам. Енді бұл жерде альфадан 5 альфаны азайтам. Ол бізде минус 4 альфа шығады. Оны және де 2-ге бөлетін болсақ, минус 2 альфа шығады деген сөз. Қосылған синус 3 альфамыз бар аяқта. Оған еш нәрсе істемейміз. Себебі ол формуланы қолданып жатқан жоқпыз оған. Бөлшектің астында да тура сол жағдай, бірақ енді оған косинус плюс косинустың формуласын қолданамыз. Ода да 2 косинус. Бірінші қосамыз. Альфаға 5 альфаны қоссақ 6 альфа. 2-ке бөлсек 3 альфа шығады. Косинус. Альфадан 5 альфаны азайтамыз. Минус 4 альфа. 2-ке бөлсек минус 2 альфа шығады. Қосылған косинус 3 альфа болады деген сөз. Тең. Енді қараңдар. Мысалы, минус косинустың ішіндегі, аргумент ішіндегі минустар өзімен өзі жойылып кете алады. Неге десеңіздер, косинус бізде
жоғарыда жағып қойсыз, жазып, жоғарыға міне жұп деп жазып қоямын. Жұп болғандықтан минусты жұтып жібереді деген жағдай бар ғой. Енді біз мына жерде жақшаны сыртына шығару деген әдісті пайдаланамыз. Бізден төменгі сыныптардан бері оқып келе жатырық. Енді синус 3 альфаны жақшаны сыртына шығарсақ, синус 3 альфа. Міне синус 3 альфасы шығып кетті, бұл жерде 2 қалады деген сөз. 2 косинус 2 альфа қалады деген сөз. Себебі минусын жазбаймыз, жұп функция болғандықтан. Қосылған. Мына синус 3 альфа шығып кетсе, оның орнында дым қалмайды. Демек, еш нәрсе қалмаса, оның орнында 1 жазылады деген сөз. Енді бөлшектің бөлімінде. Бұл жерде косинус 3 альфаны шығарып жібереміз. Бұда да тура солай 2 косинус 2 альфа шығады. Қосылған 1 дейміз. Тең енді мына жақшаны енді қысқартуға болады бір-бірімен. Себебі мынаның арасы не болып тұр? Көбейту болып тұр. Енді бізде тең синус 3 альфа бөлінген косинус 3 альфа болды. Енді негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер деген формула бар емес пе? Мысалы, синус альфа бөлінген косинус альфа. Бұл бізде тангенс альфаны береді деген. Тура осы формулаға келіп тұр. Демек, мынауымыз бізде тангенс 3 альфаны береді. Міне мынаның бәрінен не шықты бізде? Тангенс 3 альфа шығып тұр. Тепе-теңдік дәлелденді оқушылар. 5 балдарыңыз құтты болсын. Енді келесі есеп. БЖБ өзі бітіп қапты. Назарларыңызға көп рахмет оқушылар. Енді мені қолдау мақсатында менің арнама жазылып кетсеңіздер, мен жалпы армандап жүрмін 10 000 подписчикке жетсем екен деп. Сол сіздердің көмектеріңіз керек. Қандай да бір есепте түсініксіз жерлер болса, комментарийға жазу арқылы білдіре аласыздар маған. Назарларыңызға көп рахмет. БЖБ-дан 4-5 деген баға алыңыздар. Сау болыңыздар.